Сәлем. Әдеттегідей блокноттағы тақырыпты жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып киімдегі минимализм. Бастамас бұрын лайк басып, достарыңа жіберуді ұмытпа және қолдап қой. Ал кеттік ендеше. Жаңа киім алсам, өзімді бақытты сезінемін деп, қаншама киімдер алып жатырмыз. Расында да ғой, қазір барып шкафыңызды ашып қараңызшы, қаншама киетін, кимейтін, тойға деп алған, босанғанда алам, босанғанда киемін, азғанда киемін, семіргенде киемін, тойға киемін деген сияқты қаншама сіздің киімдеріңіз бар. Осының барлығын өзімізді бақытты сезіну үшін алып жатырмыз. Бірақ та қатты эмоцияға беріліп, өз ақшасына да емес, тіпті банктың ақшасына ретке, рассрочкаға алып жатқан адамдар қаншама. Оның арты үлкен стресс пен жаңағыдай артық зиянды тамақтарды көп жеуге алып келеді. Соның әсерінен ертең кейін жаңағыдай инстаграмнан азу марафондарына қатысамыз, одан бөлек жаңағыдай қымбат курстарға ұрынуыңыз мүмкін. Сондықтан да бұның түпкі салдары өзіңді киім алсам бақытты сезінемін деген бір чувствоны қою керек. Өзіңіздің бақытыңызды киімге байламаңыз. Қанша 45 киіміңіз бар, бірақ та осы киім алу арқылы мен өзімді бақытты сезінемін. Бүгін осы киімді алмасам, мені көңіл күйім болмай қалуы мүмкін деген сияқты ой сізді мазаламау керек. Жаңа айттым ғой, өзінің ақшасына емес, тіпті банктың ақшасына ретке, рассрочкаға, кредитке алып жататын адамдар да бар. Сондықтан да жаңағыдай жарайды, өзінің ақшасына алса да, банктың емес ақшасына алып жатса да, сізде киім қаншама көп. Шкафты ашып қараңызшы, қаншама киілмейтін киімдер бар, иә? Осы 45 киімдердің ішінен сізге оның барлығы да керек емес. Ең өзіңіз жақсы көретін киімдеріңізді ғана күнделікті киіп жүресіз, немесе жаңағыдай 3-4 киімді алмастырып киесіз. Тіпті оны өзіңіз байқамауыңыз да мүмкін. Осы жөнінде кішкене акцент түсіріп қараңыз. Мен күнделікті қандай киімдер киемін? Мен мына киімдердің барлығын киіп жүрмін бе деп өзіңізге сұрақ қойыңыз. Негізінен киімнің ақысы бар екенін ұмытпауымыз керек. Яғни барлық нәрсенің ақысы бар сияқты киімнің де ақысы бар. Сіз егер де киімді шкафқа толтырып қоятын болсаңыз, бірақ оны кимейтін болсаңыз, онда ол киімнің ақысын бермедіңіз деген сөз. Сондықтан да киімнің ақысын беріп киюіңіз керек. Сонымен қатар сіздің 50 түрлі сапасыз киіміңіз болғанша, 10 түрлі сапалы, бір-бірімен үйлесім табатын 10 түрлі киіміңіз болғаны артығырақ. Және осы 10 түрлі киіммен әртүрлі образдар жасап, вечеринкаға да баруға, туған күнге де, жаңағы баланы садикке апаруға да, қыдыруға да, жаңағы видео түсіруге де осы 45 киімге қарағанда 10 түрлі үйлесімді киімді үйлестіріп киюге болады. Оның үстіне бізде негізі киімдерді киген кезде біздің киімдеріміздің де эмоциясы болады, тура адамдар сияқты. Ол қалай? Мысалы бізде мына мен осы киімді киетін болсам, өзімді жақсы сезінемін, өзімді даже киімім үшін алаңдамаймын деген сияқты. Ал кейбір киімдерді кисем, мен өзімді ыңғайсыз сезінемін, дискомфорт туындайды менің теламда, иә. Сондықтан да тело все помнит дейді ғой. Сол себепті де сіздің егер де жаңағы киімді өзіңіз киіп көрген кезде сезінесіз, егер де сондай бір дискомфорт туындаса, ұнамаса, ол киім сізге киген кезде өзіңізді ыңғайсыз сезінсеңіз, онда ол киімді беріп жіберіңіз, немесе тастауға асығыңыз. Себебі теламыздың да эмоциясы бар, теламыздың да денемізді де қинамай, лучше оны беріп жіберген жақсырақ. Оны қалай деп түсінсеңіздер, былай деп түсіндірейін. Например, мен мына киімді Гонконгта сатып алған болсам, мен ол кездегі қалай сатып алғанымды білем, үлкен қалада кәдімгідей күшті эмоциямен барып сатып алғанымды білемін да. Сондықтан мен бұны киген сайын, жаным, Гонконг, мына жерде сатып алған едім ғой деген сияқты менде бір эмоциялар пайда болады. И маған ұнайды да бұл киімді киген. Ал бір киімдер болады, бір жағымсыз жағдайда киген киіміңіз болса, үнемі сол жағымсыз жағдайды сіздің есіңізге түсіруі мүмкін. Киген сәтте бір есіңізге түсіп кетуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан да ондай киімдер болса, лучше арылғаныңыз дұрыс, себебі біздің киімдердің де біз сияқты эмоциясы бар. Тапсырмаға оралайық. Тапсырма сізге киімдегі минимализмға өту үшін 50 түрлі сапасыз киіміңіз болғанша 10 түрлі сапалы үйлесімді киім алып қалыңыз өзіңізге, бір-бірімен үйлестіріп киіп қараңыз. Сонымен қатар ескірген, жыртылған киімдерді кимеңіз. Олардың да жаңағыдай жаман эмоциясы болуы мүмкін. Ұзақ киінгеннен сізді ол дискомфорт тудыруы мүмкін, өзіңізді ыңғайсыз сезуіңіз мүмкін кейбір орталарға барсаңыз. Сондықтан да ол киімдерді тастаңыз немесе беріп жіберіңіз. Келесі тапсырма: бір жыл шкафта ілініп тұрған киімдеріңіз болса, немесе бүктеліп тұрған киіміңіз болса, бұл киімді тастаңыз немесе біреуге беріңіз. Ол тіпті жаңа болса да. Неге? Себебі ол киім просто так тұрды бір жыл бойы киілмеген киімді сіз ары қарай да кимейсіз. Сондықтан да лучше беріп тастаған жақсы. Оның да энергиясы болады, сіздің де энергияңызды алмайды. 45 киімге қарап тұрып, не кием деп сіз, например, бір сағатыңызды киімге құртуыңыз мүмкін, не кием деп эмоцияңызды шығарып алуыңыз мүмкін, киетін киімім жоқ деп 45 киімді ақтаруыңыз мүмкін шкафта, иә. Сондықтан да сондай болмас үшін барып 10 минутта тез киіну үшін, және бір киіммен бір киіміңіз үйлесімді болып тұрса, кез келген киіміңізді киген кезде сіз өзіңізді бақытты сезініп, секіріп, күшті болып өзіңізді жеңіл сезініп, ары қарай киініп кетесіз.
сондай кийимдерди гана калтырыңыз. Тойга кийем деген кийимдерди мындайча айтканда тойга да обычный азыр тойда да бурунгудай эмес кой, андай нарядный болуп кийинип келүү маанызды эмес. Базовый кийимиңизге бир эки украшение кошсаңыз, сонун өзү тойдун кийими болуп чыга келет. Сондуктан да сондай кийимдер менен тойга барууга үйрөнүңүз. Солай адемирээк болуп көрүнөдү, Сонымен катар гардеробуңуздагы ар кийим бири-бири менен үйлөсүм табуун үйлөсүн табатындай кылып үйлөстүрүп коюңуз бири-бири менен. Және де биз кийимден бөлек жана аксессуарларында 1045 аксессуарыбыз болот. Биз деген айналдырып 3-4 тагуубуз мүмкүн, калгандарын такпаабыз мүмкүн деген сыяктуу. Сонун керегин алып калып, керек эмесин таратып тастаңыз немесе берип жибериңиз, Содан бөлек биздин сумкалар. Кейбир кыздар мындай үлкөн сумкасы таап алат да, ичинде 1045 заттын баардыгы бар. Кереги де бар, кереги эмеси де бар, мусору да бар, баары бар. Сондай кылмаңыз. Сумкаңыздын да ишин тазалаңыз, накты өзүңүзгө керек калдырыңыз да, керек эмесинен арылыңыз. Осы тапсырмаларды орундасаңыз, онда комментарийга жазып калдырыңыз, кайсы сизде орундадыңыз, кандай өзүңүздө сезим болду. Осу менен бөлүшүңүз.